Құрметті қатысушылар, больничный лист толтыру үлгісін көрсетейін сіздерге. Мына бірінші бетті жалпы сіздерге врачтың өзі гинеколог толтырып береді. Мына жердегі қай күннен бастап, қай күнге дейінгі числоларды 126 күнді өздері есептеп береді. Осы числоларға ғана мән бересіздер. Енді екінші бетін сіздер өзіңіз толтырасыздар. Ең бірінші мына жерде заңды тұлға атауы деген жерге ИП аты жөніңізді толықтай жазасыз. ИП-нің атауы сізде басқаша болуы мүмкін, бірақ сонда да аты жөніңізді жазасыз. Қызметі должность деген жерге сіз ИП-нің егесі болсаңыз, руководитель немесе директор деп жазасыз. Енді руководитель деп орысша толтырып бастағаннан кейін біз барлығын орысша толтырамыз, яғни мына жерде жұмыс істемеді деген жерде пустой қалдырып кетсеңіздер болады. Не работал с дегенде мына бірінші бетіндегі қараңыздар, 7 сентябрьден 10 қаңтар, яғни осы числоларды көшіріп аласыздар екінші бетке. Міне, не работал с 7 сентября по 10 января. Жылдарға мән беріңіздер. Келесі, еңбекке жарамсыз уақытында демалыс күндері. Кейбір региондарда бұны сұратады. Бұған сіз воскресенье күндерді көшіріп жазсаңыз болады. Осы аралықтағы воскресенье күндерді. Көбіне региондарда бұл жерді сұратпайды. Сондықтан бұны толтырмай пустой қалдырып кетсеңіздер болады. Және де жұмысқа кірісті деген жерді қараңыздар. 10 январда сіздің жұмыс жасамаған күніңіз бітті. 11 январда сіз уже жұмысқа кірісуіңіз керек. Осыны жазасыздар. 2022 жылдың 11 январында жұмысқа кірісемін деп. Және бөлім бастығының қолы, табельшінің қолы деген жерге, екі жерге де қолыңызды қоясыз. Күні, дата, қай күні толтырасыз, соны жазасыз. Және де мөр печать дегенге, егер печатіңіз болса, печатіңізді қоясыз, болмаса печать не предусмотрена деп жазсаңыз болады. Болды.